Достор, Toyota Corolla çıkarılған жылы 96. Бұл Corollаны аласыздар да доставка айдайсыздар. Қаласаңыздар, ишке айдасаңыздар болады, стройка айдасаңыздар болады. Машинаны жасатыш керек. Өзінің жашына жараша туғандар. Парокторын қараңыздар, жақынақтан досын. Есімен байланышып машинаны келіп көріңіздер. Мынаке, акуалы ушундай. Болгондай айтабыз, мынаке. Крылолорун көрүп турасыздар. Аркасына сөзсүз бампер керек. Бампери Аютудан қарасаңыздар, дромдан қарасаңыздар 5-6 мың тұрады. Бұл Corolla легенда деп қойды досын бұлар. Қарашы, мен етті қылған Corolla екен. Ішкі салонына келе тұрған болсақ, материал салонында жыртылған, айырылған жерлері жоқ екен. Ішкі салон таза екен. Электро, стекло көтергіштер полный төрт-төрттен іштейді екен досын. Көрінді мұна. Бұл контрактный мотор басылған екен туғандар. Алғандан кейін бір 60 мың жүргөндөн кейін сразу кайра өздөрү контрактный мотор баскан экен тугандар. Чыгарылган жылы 96. Мына алдын тартып алыңдасын. Мына төрт-төрттөн электро стекло көтөргүчтөр иштейт экен. Пробеги 458 мың экен. Бирок бул контрактный басылган, бул автомат коробкада тугандар. Японияда. Правый руль. Бул айдасаңыздар жүрө берет. Акчасына келе турган болсак, акчасын тугандар 160 мың додат. Дагы сүйлөшүү жолдору бар экен. Эси номерин калтырабыз, чалыңыздар, келип машинаны көрүңүздөр. Машина учетто эмес экен, шап алам десеңиздер, ГАИ аппараттагы учетко коюп берет экен тугандар. Бамперди саласыздар, ишти кыласыздар. Төрт дөңгөлөгү тең мына зимнийде, простой дискада турат тугандар. Машина Новосибирскиде. Келип көрө бериңиздер тугандар.